Сәлеметсіздер ме? Кәдеңізге жарасын атты каналымыздың оқырмандары. Бүгін біз сіздермен адамдардың 70%-ында кездесетін анемия жайлы сөз өрбітеміз. Видеомызды соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Видеомыздың соңында анемияға шынайы көмектесетін рецепттермен бөлісетін боламыз. Бәріміз білетін анемия ауруы қалай пайда болады? Анемия қан құрамындағы эритроциттердің гемоглобиннің азаюы салдарынан оттегінің ағзадағы тіндерге жеткіліксіз болуынан пайда болатын ауру түрі. Гемоглобин ер адамдарда 130, әйелдерде 120, жүкті әйел кісілерде 110-нан төмен болуымен қаназдық болып көрінеді. Әдетте анемия болғандардың 90%-ында темір тапшылығынан болады. Одан бөлек В12 және фолий қышқылы, балаларда С дәруменінің тапшылығы және В6 витаминінің аз болуынан анемия пайда болады. Бұл дәрумендердің барлығы гемоглобин мен эритроциттердің түзілуіне әсер етеді. Темір тапшылығы анемиясы кезінде бас айналады, жүзі бозаң тартады, шаш түсуі, тырнақтың сынуы, құлақта шу естіліп, жүрек қағысы өзгереді. Көз бұлдырауы жүреді. Анемиядан арылу үшін сыналған шын мәнінде көмектесетін бірнеше тәсілдерді атап өтеміз. Бірінші, таңертең аш қарынға шикі бір қызылша мен бір алма алып, үстіне 400 мл су құйып, блендермен езіп, смузи жасап 10 күннің ішеміз. Екінші, 10 күн таңертең аш қарынға қызылшаның 100 грамм соғын қажет. Қызыл сәбіздің 100 грамм соғын араластырып, 200 грамм соққа бір ас қасық бал қосып ішу қажет. Таңғы асқа сонымен қатар бал, грек жаңғағы және мейіз қосылған қоспаны енгізіңіз. Иммунитет көтеріледі және де қаныңыздың көбейгенін байқайсыз. Үшінші, бір үштік алманы алып, түнде 10 шегені жуып, алмаға кірпі жасап, қадап қою қажет. Таңертеңгісін шегеден алма өзіне темірді сіңіріп алады. Сол арқылы алма темірге 2 есе бай жеміске айналады. Төртінші, бауырды алып, күніне 100 грамм пайдалануды анемиядан құтылуға көмектеседі. Бірақ артынан шай ішпеу қажет. Шайдың құрамындағы танин деген зат бауырдың құрамындағы ең пайдалы темір элементін асқазанға түскен кезде ерітіп жібереді. Тек қана бауыр емес, сонымен қатар ет, балықты тағамдарды да қолдану қажет. Біздің сіздерге берген кеңесіміз пайдалы болса, каналымызға қолдап кетіңіз. Ауырғанша ауырмайтын жол іздейік. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын.